54 жастағы Фатима Перес өте сирек кездесетін генетикалық дертке шалдыққан. Оны күн сәулесі өлтіріп жіберуі де мүмкін. Фатима үйіне күн сәулесі түспеу үшін терезелерін қараңғылап, әр 2 сағат сайын күннен қорғайтын крем жағып отырады. Ал көшеге тек қажет болғанда ғана шығады екен. Пигменттік ксеродерма ауруына шалдыққан әйел Доминикан елінде дүниеге келген. Ол өзінің дерті жайлы тек 44 жасында біліпті. Ол уақытта Фатима көз жанарымен барлық шашынан айырылған еді. Әйел осыған дейін дертінің салдарынан пайда болған денесіндегі ісіктерге ауыр ота да жасатқан. Мамандар тері ауруының бұл түрі жазылмайтынын мәлім еткен. Қазір ақшқа көшіп келген Фатима Перес далаға шығу үшін жаздың күндерде бірнеше қабат қалың киім киюге мәжбүр. Айта кететіні, әйелдің ағасы 9 жасында дәл осы дерттен қаза тапқан. Қытайдың дәрігерлері ерекше операция жасап, әлемді өздеріне қаратып отыр. Атап айтқанда, олар науқастардың бірінің маңдайынан мұрын өсіріп шығарды. Белгілі болғаны, науқас 2012 жылы көлік апатына ұшырап, мұрнынан зақым алған екен. Алайда дәрігерлер оны дұрыс емдемеген. Салдарынан жігіттің мұрны іріңдеп, шіруге айналыпты. Хирургтар болса ескі мұрнының жарамайтындығын айтып, демалу органын маңдайға орналастыруға бел буған. Ота сәтті өтті дейді олар. Операция жасаған дәрігерлер жаңа мұрынға материалды науқастың өз денесінен алған. Маңдайға мұрын тәрізді етіп жабыстырылған тері мен шеміршек өз функциясын толығымен атқарып тұр. Ал жігіттің денсаулығы қалыпқа келгеннен кейін маңдайдағы мұрынды қайтадан ескі орнына көшіру отасы жасалмақ. Қытайлық дәрігерлер ұсқынсыз келіншекке жаңа бет әлпет жасап бермек. Ол үшін жаңа бетті олар әйелдің кеудесіне өсіріп шығарған. Хирургтар әйелдің жасушаларын пайдалана отырып, мұрын мен ауыз жасаған. Жергілікті бақ мәліметінше операция 1 жылдан кейін жасалмақ. Оның жасалу құны шамамен 500 000 юань. Революциялық операция әйел өмірін өзгертеді деп күтіліп отыр екен. 22 жастағы әйел қытайлық температурасының қатты асқынып көтерілуі салдарынан мұрын, ерін және бетінен 2 жасында айырылыпты. Осы күнге дейін ол әзер сөйлеп, тамақтанып келген. Сонымен қатар оның оң қолының саусақтары да жоқ. Былтырғы жылы ол интернет арқылы өзінің ұсқынсыз кейпімен қалай өмір сүріп келе жатқаны туралы бөліскен болатын. Оның жазбасы қоғам назарын өзіне аудартты. Осыдан соң көптеген мамандар бетті дұрыстауға қатысты өз ұсыныстарын білдіріпті. Шанхайдағы нөмірі 9 қоғамдық ауруханасындағы Ли Цин-фэн бастаған дәрігерлер тобы қыздың бетін қалпына келтіру үшін өздерінің инновациялық жоспарларын ұсынған. Оның командасында бет жақ хирургтары және басқа да білікті мамандар жиналған. Жоспар бойынша емделушінің денесінен жасуша алу арқылы оны әйелдің кеудесіне орналастырып өсіреді. Оның бетінің бөлігі толықтай жетілмей қалған. Мұрын мен ауыздың ішкі құрылымдарын өңдеу қиынға соғады, дейді дәрігер. Мамандардың сөзінше, дәрігерлер тобы 3D технологиялық көмегімен емделушінің бетін дайындап шыққан. Жаңа бет толықтай дайын болған кезде оны өз орнына қояды. Емделуші 1 жыл ішінде хирургиялық операцияның 4 кезеңін өткеруі тиіс. 10 сәуір күні оған алғашқы операция жасалды. Ол 12 сағат уақытқа созылған. Дәрігер Ли Цин-фэннің осы бағыттағы жаңа әдісі 2016 жылы Қытайдың ғылыми-техникалық прогресс саласында 2-ші орын алған болатын. Олар қазірге дейін осы әдісті 42 емделушіге қолданыпты. ақш-тың Фейетвилл қаласының тұрғыны шамамен 5 есе арықтады. Оның салмағы 340 келі болған. Милла Кларк бала күнінен семіздіктен зардап шеккен. Ол тұрмысқа шыққан кезде салмағы 180 келі болыпты. Ал тұңғышын босанғаннан кейін салмағы 220 келіге жетеді. Артынша әйелдің аяғы ісіне бастап, жағдайды қиындаған. Оның аяғындағы ісіктің салмағы 20 келеден асып, жүруіне кедергі келтірген. Нәтижесінде ол жүріп тұрудан қалып төсекке таңылады. 2 жылдан астам уақыт бойы 4 қабырғаға қамалып отырдым. Осы уақыт ішінде бірде-бір рет төсектен тұрған емеспін. Тек тамақтанып ұйықтаумен болдым, дейді Кларк.
Оның балалары күнделікті ерте тұрып, 340 келіге дейін семірген анасын жуындырады екен. Қыздарының анасының аяғындағы ісікті көтеруге шамасы жетпегендіктен, оны үлкен ұлына көтеріп тұруға тура келіпті. 3 жыл бұрын бариатриялық хирургия бойынша маман Юнан Новзарадан әйелге көмектесуге келіседі. Бастапқыда әйелге өздігінен 45 келі салмақтан арылуға тура келген. Осыдан кейін ғана ота жасалып, дәрігерлер аяғындағы ісікті алды. Бұл кезде Кларктың салмағы 300 келі болғанымен, орнынан тұра алатын халге жетіпті. Кларк мұнан кейінгі 3 жылдың көлемінде бариатриялық ота жасатып, артық терісін алдырған. Ем-дом аяқталғаннан кейін оның салмағы 70 келіні құрады. Нью-Йорк тұрғыны Адам Эллис желідегі парақшасында өзін аңдаған елестің суретін жариялады. Адам Эллис түсінде үнемі тақырбас баланың өзін аңдайтынын айтады. Көпшілік оның айтқанына сеніп парақшасын тұрақты қарап жүретін болған. Менің бөлмем өлген баланың құрбан мекеніне айналды. Ол мені өлтіргісі келеді, деп жазды Адам Эллис. Бастапқыда ол маған қарап тұрды да, кейіннен менің төсегіме жақындады. Ол маған жақын қалғанда оянып кеттім. Кейінірек кітапханада ұйықтап жатып түсімде көрдім. Ол кезде бір қыз мені оятып жіберді, дейді жігіт. Адам Эллистің парақшасында тылсым дүниенің суреттері мен видеолары көп. Ең қызықтысы Адам дәлел болу үшін түсінде көріп жүрген баланы суретке түсіріп алған. Егер суретке жарық түсірсе, адамның денесі байқалады.